Bir күні хан жиреншеге хабар береді. Жиренше біздікіне келсін, келгенде жолымен де жүрмесін, жолсызбен де жүрмесін депті. Жиренше бір ит пен бір ешкіні қосақтап алып, жолға түсіп келе жатқанда хан көріп, мынау кім өзі? Жолмен де жүрмейді, жолсызбен де жүрмейді. Қалай келе жатқан адам деп таңырқайды. Ит пен ешкіні қосақтағанда қалай дұрыс жүресің? Бұлайша жүргенінің өзінде дұрыс жүрмейді депті жиренше. Жиреншенің тапқырлығын көріп хан таң қалған екен дейді.